Бір ғана ашыған қамырдан арасына сыр қосылған пирожки және сосиска в тесте дайындайтын боламыз. Ең бірінші қамырымызды бөліктерге бөліп, бетін жауып демалдырып қоямыз. Одан кейін кішкентай бөліктерін алып, шетінен бастап осылай жайып, ішіне сырымызды салып, пирожки түйетін боламыз. Одан кейін үлкен бөлігін алып, бауырсақ жайғандай етіп, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Қалыңдығы 3-4 сантиметрдей болуы керек. Одан кейін арасына шұжығымызды салып, дәл осылай әдемілеп түйіп алатын боламыз. Және де алдын ала қыздырылған күнбағыс майына осылай екі беті қызарғанша әдемілеп қуыратын боламыз. Және де отымыздың асты міндетті түрде баяу болуы керек. Егер қатты жанып тұратын болса, біздің қамырларымыздың арасы шикі болып піспей қалуы мүмкін. Сіздерге қамырды қалай ашытқанымның рецептісі қажет болатын болса, комментарийге қамырдың рецептісі деп жазсаңыздар, мен сіздерге тез көтерілетін қамырдың рецептісімен бөлісетін боламын.